Әр бір халықтың өз милли киімлері, киімлерге тоғыладығын милли нақсылар бар. Әсіресе хаял қызлар киімлері нақсыларға оғада бай болады. Қарақалпақ қыз келіншектерінің көк көйлек, кимешек, жегде, сәукелелерінің сұлулығы қайсы халықтың болса да әуесін келтіреді. Ал зергерлер дөреткен безену тағыншақлары сол милли киімлердің көркіне көрік қосады. Той, байрам, сейілдерге топарласып кетірген қыз келіншектердің әйкел түймелерінің жудырлысы әмменің диққатын өзіне қаратады. Бұрынлары бұндай тағыншақларды іслейтұғын әрбір аймақтың өз зергерлері болған. Жігітлер өзі сүйген қызды қараңғыда да әйкел түймелерінің жудырлысына қарап танитұғын болған. Себебі әр зергердің соққан тағыншақлары бір-бірінен ажыралып тұрған. Өткен әсірдің 30-шы жылларында елімізде болған сияси өзгерістер дәуірінде зергерлердің дерлік көпшілігі алтын күмістен бұйымлар соғатұғын бай адамлар деп есептелініп, қудаулауға ұшырап, қамаққа алынған. Қыз келіншектердің тағыншақларды тағуы да ескіліктің қалдығы деп қаралғаннан кейін зергершілік өнері бүткіллей жоқ бола басылады. Кейінгі әулетлар олар дөреткен тағыншақларды тек қана Қарақалпақ мемлекеттілік өлкетану һәм көркем өнер музейлерінен экспонат болып тұрған жерінен көруге миясар болды. Қызыл-қаслы тағыншақларды, сырғаларды, жүзіклерді, түймелерді тикарынан қызлар таққан. Келіншеклер, орта жастағылар көк қаслы тағыншақларды, ал кемпірлер қасы жоқ бүршік сырғаларды таққан. Қарақалпақ қыз келіншеклері тағыншақларының 20-дан астам түрлері бар. Әйкел, түйме, білезіклер тикарынан күмістен ісленіп, нағсылары алтынменен жалатылған. Сырға, әребек, жүзіклер көбінесе алтыннан ісленген. Бізге жеткен түймелердің 8 түрі бар. Білезіклердің де қаслы, қос білезік, үш білезік, жүзіклі білезік, құйма білезік түрлері бар. Әрбір халықтың өзіне тән зергерлері, өнерментлері болған. Мінеке Қарақалпақ халқының танықлы зергерлерінен Шымбайлы Омбар зергер, Қоңыратлы Құдайберген зергер, Арзымбет зергерлер менен біздер мінеке осы қазіргі күнге шекем жетіп келген мінеке ата-бабаларымыздың мирасларын мінеке көз алдымызда көріп отырмыз. Зергерлердің әр қайсысының бір жұмысы бір-біріне ұқсамаған. Мысалы, хайкелді алып, мына Омар зергердің хайкелі, я болмаса мына Құдайберген зергердің шар түймесі ғой деп халқымыз танитын болған. Республикамызда зергершілік өнерін қайта тіклеуге жан күйдіріп жүргенлердің біреуі өлкетану музейінің директоры Света Нұрабылаева Ташкенттегі Бенков атындағы суретшілік колледжінің зергершілік бөлімін біткерген Шымбайлы Әділ Тәжмұратовты ізлеп тауып, оны музей экспонатлары менен таныстырып, осы өнерді рауажландыру үшін мәслихатлерін аямады. Әділ үйінде зергершілік ұстаханасын ашуға қарар етті. Ол тұңғыш жұмысын музейде көрген тағыншақларды іслеуден басылады. Зергершілік өнері адамнан ұқып пенен оғада сабырлы болуды талап ететұғын нәзік кәсіп екенін аңлай басылады. Ташкенттегі ұстазлары Фахриддин Дадаханов һәм Мехриддин Халиховлардан алған тәлімлері Әділге Қарақалпақ зергершілік өнерін қайта тірілтуде үлгі болды. Ұстаздан алған тәлімлері менен талапшаңлығы арқасында зергердің тұңғыш тағыншақлары пайда болды.
Милли киімдерімізді шетелдерге мақтаныш етіп жүрген республикамызға белгілі дизайнер Айзада Нұрымбетова менен ұшырасуы Әділге бұл өнерді еледе рауажландыру үшін түрткі болды. Айзада оған тек қана бұйыртпалар менен шекленіп қалмай, елімізде, шет елдерде өткеріліп тұратығын фольклорлық фестиваль таңлауларға қатынасып тұруды ұсыныс етті. Еліміздің ғаресіздігі һәм мәмлекетімізде милли өнермендерге жаратылып атырған жағдайлар зергерлерге де айдын жол ашып берді. Әділ ұстахананы үлкейтіп, кереклі үскенелерді тауып, құрал саймаларын толықтырып, шәкіртлер тайырлауды да алдына мақсат етіп қойды. Милли тағыншақлардың хасыл нұсқасы тикарында замана көйлестіру һәм бүгінгі заман хаял қызларының талғамына ықшамластыру мәселелерін ойлай басылады. Тағыншақларды алтын күмістен тысқары, мелкиорды жұқалатып, тағуға қолайлы, сұлу, бүгінгі жаслардың талабына лайық түрлерін іслеуді жолға қойды. Шәкіртлері де Әділдің көрсетпелері менен зергершілік өнерінің сырларын үйреніп, әмелі іслері менен көрсету дәрежесіне ерісіп атыр. Үскенеде мелкиорды қалай жұқарту, қалай кесу ұсуларын үйреніп, оларды тағыншақ бұйымларына қарай өлшемлерін белгілеуді меңгеріп, хәттегі айырым бұйымларды өзлері іслеп атыр. Зергершілік өнерін балалықтан баслап қаныңа сіңірген жақсы. Себебі кішкене балалардың зейіні оғада ілгір болады дейді Әділ. Сондықтан ол жұмыс іслеп атырғанда балаларының үңіліп отырғанын қадаған етпейді. Айырым, жеңіл жұмысларды қалай іслеу керек екенін үйретеді. Кім білсін, бәлкім келешекте бұлардан ата кәсібін иелейтұғын белгілі зергерлер жетілісіп шығар. Халқымыз арасынан зергерлер соққан тағыншақларға да бұйыртпашылар көбейіп жатыр. Дүканларда сатылып тұрған тағыншақлардың орнына өзіміздің милли тағыншақларымызға қызығушылардың саны күннен күнге аспақта. Әділ іслеген тағыншақлары менен бұйыртпашылардың кеуілінен шығып келатыр. Республикалық һәм халықаралық өнермендер арасында өткеріліп келатырған таңлауларға қатынасып, бірінші орынларды алып келатыр. ЮНЕСКО-ның сертификатын да алуға ерісті.
Шымбай қаласы әзелден өнерменділер қаласы болған. Мыскерлер шаңырағы атанған Шуақбаевлар шаңырағын Шымбайда білмейтұғын адам жоқ. Махрем Шуақбаевтың мыстан жасаған қобыз, мыс құмақ ұсаған сувенирлері бірнеше мемлекеттерге барып, өнерменділер таңлауларына қатынасып қайтты. Ол зергершілікте де өзін сынап көрді. Сырға, хайкел, білезік, жүзіклер соғып, республикалық таңлауларға қатынасты. Бірақ зергершілікті енді иелеп келтірген бұл өнерменттің өмірі қысқа болды. Халқымыздың орнында бар оңалар дегеніндей, Мәхрәмнің баласы Бақтияр оның ісін дауам етіп келатыр. Ол да зергершілікпенен шұғылланып, бұйыртпалар істеп жатыр. Әкесі мыстан қобыз дүреткен болса, Бақтияр мелкердан алам ойнақ құрама дутар істемекші. Зергершілік өнерін де толық меңгеру үшін тынымсыз әрекет етіп жатыр. Қарақалпақ аял қызларының тағыншақлары ғаресіз елімізде өткеріліп атырған үлкен байрамларда, халықаралық фольклор фестивалларында һәм менің диққатын өзіне тартып, ата-бабаларымыздан біздің дәуірімізге шекен жетіп келген бұл зергерлер қолынан дөреген мираслар басқа халықтарға халқымызды танытуда бейбаһа байлығымыз болып қала береді.